Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Артик. Достар, қалайсыңдар? Достар, бүгінгі видеода мен Декокрафтқа обзор жасайтын боламын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Так, достар, бізде бірінші Декокрафт. Бұл әрине бірінші дегенде мен бірақ қана Декокрафт жаздым. Міне бұл бізде Декокрафт. Кішкене мықты Декокрафт десем де болады, достар. Бұл как Декокрафт көрсетеді. Просто как компьютер. Бұл алғаш рет жаздым, короче. Осының ссылкасын алында, достар. Неге салып жіберем өзімнің. Ема жазып аласың өздері үшін. Жазып аласың өздері үшін. Епа. Компьютер var sırf büyük çalışıyor. İyi bana şey ders olsun. İyi bak. Не на. Бірақ достар бұл жерде бүкіл осындай қара использовать бізде күшті мебель мод. Достар, қазір мен бұның болсын қойып. Достар, біз мен қазір мына жерге қойып кеттім. Мына жердегі көбісін, короче, кереметтерін қойып кеттім. Бізде кереметі бұл әрине төсек. Бұл әрине бізде істеледі, достар. Сіздер көп мод қоспауларыңыз керек. Мына жерде бізде компьютер. Мына жерде бізде көрсеткенде мына жерде әрине шкаф, телевизор қосылмайды. Өстіп жасайсыңдар. Мына открыть деп ашасын. Мына бізде тоже светофор, есть душ. Андай не ғой? Табыр. Мынау бізде кресло, достар. Ютубный компьютерный кресло, достар. Кейінгісіне көрсететін болсақ, бізде мынау. Одан кейін бізде айна, табыр айна, шкаф. Бұл бізде жауап, достар. Өте керемет Декокрафт. Иә, достар. Өте керемет Декокрафт десем де болады. Достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Сау болыңыздар.